Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Күнделікті қолданатын тағамдар, дәмдері мен ерекшеліктері. Нені дұрыс пайдаланбай жүрміз? Күнделікті тағамдардың ерекше фактілері туралы осы шығарылымда айтамын. Ақпарат қызық болса комментарий жазып, лүпіл басып өт, себебі алдағы уақытта контент үшін бізге ол өте маңызды. Крекерлар. Балалардың сүйікті печеньясы. Жұққа әрі дәмді печеньялардың сыры неде? Үлкен крекерлар болсын, кішкентай крекерлар болсын, крекерлардың ұсақ-ұсақ тесіктерінің арқасында қамырға ауа кіріп, және ол жұққа ерекше дәмде болады. Бұрынғы уақытта крекерларды жасаған кезде арнайы тесікшілерді жасалынған түтікше арқылы қолмен тескен. Қазіргі таңда крекерлар автоматты түрде жасалынады, және барлығы қолмен жасалынбайды. Автоматтың арқасында заман талабына сай жасалынып отырады. Крекерлардың жұқа әрі дәмді болуы оның ерекше тесіктерінде. Балалардың, тіпті сіздің де сүйікті тағамдарыңыздың бірі пицца. Әлемге танылған пицца тағамы бұрын сондай сұранысқа ие болмаған. Итальяндық тағам, итальяндық христиандардың, шаруа адамдарының, жағдай жоқ адамдардың тамағы болып есептелген. Ол құдды бір фастфуд немесе ресторандарда, мейрамханаларда пайдаланатын тамақ болмаған. Шаруалар нанның үстіне жай ғана сырды немесе помидорды жағу арқылы оны күнделікті қарапайым тамақ жоқ отбасы қолданған. Уақыт өте келе заман талабына сай фастфуд дамыды. Пицца және сол фастфудтың ерекше түрленген тағамы болып есептеледі. Әлем бойынша ең қымбат пицца қайда екенін білесіз бе? Әрине білмейсіз. Сіз комментарий жазып, лүпіл басып өтіңіз. Ал мен сізге әлемдегі ең қымбат пицца жайлы ақпарат беремін. Әлемдегі ең қымбат пицца Нью-Йорк мейрамханаларының бірінде сатылады. Оның көлемі стандартты пицца секілді шамамен $3000 тұрады. Құрамында не бар деп ойлайсыз ғой? Трюфель, сыр с плесенью, яғни көгерген ірімшік, және де үстінен алтын қабатты жеуге арналған бір жабынды бар. Бар болғаны сол қымбат пицца болып есептеледі әлем бойынша. Және пицца ең сұранысқа ие фастфудтардың бірі болып табылады. Табиғи балдың жарамдық мезгілі өтпейді. Бұны ғалымдар дәлелдеді. 1922 жылы Тутанхамонның археологтар қазба жұмысын ашып, оның қабірін ашқан кезде 3000 жыл бұрын бізге дейін пайда болған балды тауып алады. Арнайы лабораторияға барып зерттеу өткізеді. Зерттеудің нәтижесінде балдың ешқандай жері бұзылмаған және жеуге жарамды екені дәлелденген. Әрине, бұл қазіргі замандағы магазиндегі, дүкендегі арнайы медтар емес, ол кәдімгідей табиғи балдарға қатысты. Дүкендегі жасалған арнайы балдың жарамдық мерзімі өткеннен кейін жеуге болмайды. Мармелад немесе желеден жасалған көздің жауын алатын түрлі кәмпиттер. Сіз осы шығарылымнан кейін міндетті түрде мармелад жемейтін боласыз, немесе балаңызға бермейтін боласыз. Ақпаратты тыңдап алыңыз, комментарий жазып, лүпіл қалдыр. Қарапайым мармеладтың құрамы сізге шошырлықтай көрінбеуі мүмкін. Қант, желатин, тағы басқа түрлі бояулар мен қоспалар. Алайда желатин түссіз, иіссіз сары затты қайдан алады? Ол ағаштан алынбайды. Оны екі-ақ тәсілмен алуға болады. Яғни өндірушілер оны екі затты алады. Көбінесе шошқаның, сиырдың, малдың терілері мен сүйектерін көп уақытта қайнату арқылы желатинді алады. Сол желатинді кәмпиттерге қосады. Демек, мұсылмандардың көбісі оны пайдаланбайды, себебі желатиннің құрамында шошқаның терісінің құрамы бар деп есептеледі. Екінші бір тағы да желатинді өндіретін жер, ол су астындағы теңіздегі балдырлардан, яғни шөптерден желатин алынады. Бірақ зауыттағы желатин шығаратын өндірістегі кәмпиттер үшін бұл қолайсыз. Себебі балдырлар ол теңіздің астында, оған ұзақ уақыт бару керек, оны жинау мөлшері де көп, және оны қайта өңдеу керек, содан желатин шығару керек. Яғни ең қолайлы және арзан түрі ол малдан қалған терілерінен, қалдықтарынан қайнатып желатин алу әлде қайда тиімді. Сондықтан да мармеладты өндіретін зауыттар көбінесе басым бөлігі балдырлардан емес, кәдімгідей қарапайым шошқа мен сиыр терісінен қалған қалдықтардан желатин алады. Күнделікті тағамда тауықты жиі пайдаланасыз, иә?
Бірақ бұрынғының тауығына қарағанда қазіргінің тауығы өзгерді десе сенесіз бе? Сіз комментарий жазып үлпіл басып отырыңыз, ал мен сізге салыстырмалы түрде айтып беремін. 50-ші жылдардың басындағы тауықтардың суреттерін қарайтын болсақ, ол өте арық, жіңішке және жеуге де бір ұсқынсыз тауықтар болып келген. Уақыт өте келе өндірушілер, асыраушылар оны түрлі гормонды тамақтар егу арқылы, беру арқылы тауықтар анағұрлым ірі, дәу болып келеді. Бірақ өндірушілер мұны жоққа шығарады. Себебі уақыт заман талабына сай оларды тамақтандыратын тамақ түрлері мен технология дамыды. Соның арқасында тауықтар ірі, үлкен, әрі тойымды деп айтады. Сіз келісесіз бе? Комментарийға жазып өтіңіз. Краб талшықтары. Крабовые палочки. Ал сіз краб талшықтардың ішінде крабтың жоқ екенін білесіз бе? Яғни оның құрамында краб нөл. Қалай дейсіз ғой? Крабовые палочки Жапонияда танымал тағам болған. Ол балықтардың қалдықтарынан жасалынатын, яғни фарш тәріздес езіліп жасалынатын ақ түссіз зат болады. Жапонияда танымал болады, барлық жерлерде танымал болады. Қазірдің өзінде сіз түрлі салаттарға ол краб таяқшасын қосасыз. Сондықтан да оған түрлі дәмдеуіштер, тұздарды қосып, қызыл түстес етіп, оларды краб таяқшасы деп атап кеткен, крабовые палочки деп өндіріске шығады. Жапониямен қатар әлемде бұл танымалдық алып, әлі күнге дейін түрлі салаттарда қолданылатын тағам түрі болып есептеледі. Бүгінгі шығарылымдағы ақпарат саған қызық болды деп ойлаймын. Егер қызық болса, комментарий жазып, міндетті түрде лүпіл басып, арнамызға жазылып өт. Бұл шығарылымда тағамдардың ерекшеліктері, зияны мен пайдасы жайында бөлістім. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.